Әйелдер 14 миллион теңге тұратын алтынды ұрлап жұтып қойған. Сәлем достар, сіздермен бірге News.kz арнасы. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Әйелдер ұсталып, полиция бөліміне жеткізілді, ал балалар қашып үлгерген. Үндістанның Раджастхан қаласында полициядан қашу үшін 3 әйел ұрланған зергерлік бұйымдарды жұтып қойған деп жазады Стан.kz. Діни мереке кезінде 4 әйел мен 2 баладан тұратын ұрылар тобы халықпен араласып, ғибадатханаға келушілердің мойнындағы алтын шынжырлар мен алқаларды жұлып алған. Полицейлер ұрланған жеке бұйымдарды әйелдердің үстінен таппай, оны жұтып қойған деп күдіктенген. Рентген сараптамасы бұл болжамды растады. Жоғалған алтын тұтқындардың асқазанынан табылды. Алтын бұйымдардың жалпы құны 2,5 миллион рупиге, яғни 14 миллион теңгеге бағаланады.